Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі сабағымызда КТП-ны Платонская енгізуді үйренеміз. Оның үшін өзіміздің жеке кабинетімізге кіреміз. Платонская план деген басамыз, добавить басамыз. Тематический план по дисциплине деген жерлер, соны көрсетесіздер. Мысалы, социальная культурология, топты көрсетесіз, дисциплинаны көрсетесіз, язык обучения көрсетесіз, сохранить. Одан кейін раздел деген ашылады. Разделда өзіңіз кіргізесіз. Мысалға, бірінші тарау деген қазақша тарау. Бірнеше тарау бар, соны кіргізесіздер. Кіргізіп болғаннан кейін тема деген басасыз. Темада бағанағы тарау бар ғой. Бірінші тараудың тақырыбын кіргізесіз. Темасы. Вид занятия, лекция ма, индивидуальный занятия ма, или курсовой проект көрсетесіз. Является лабораторной работой болса, жалшылы. Количество сағат, 2 сағат или 1 сағат. Сосын ары қарай. Межпредметные связи, английская, биология, время, байланысты. Тип пособий, видеоматериал, плакаты, презентации, таблицы, схема, осының бәрін керек. Өзіңіз қатыссын. Сосын вид пособий, мультимедийный. Осылай толтырасыздар. Выполнение расчетов, самостоятельная работа, отчет на вопрос, работа с документами, тапсырмалар. Сосын вид самостоятельной работы. Оғанда толтырасыз, домашнее задание жазасыз, основная и дополнительная литератураны жазасыз. Сіздің умыкаңызда енгізілген болса, өткізіліп шығады. Сохранить. Болды, бірінші тараудың бірінші тақырыбы. Енді ары қарай тура сондай. Бірінші тараудың екінші темасы. Тура жаңағыдай қайталана береді. Сосын используем литература деген жерден өзіңіздің файлдарыңызды умк-дағы. Жаңа айттым ғой, литератураны көрсетесіз, умк-дағыны добавить етесіз. Осылай жасай бересіздер. Назарларыңыз үшін рахмет.